Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода сіздермен осындай шаблон сборкасын жасайтын боламыз. Бұл шаблон менің веб-каналымда бар. Егер де веб-каналға қосылғыңыз келсе, онда астындағы комментарийді оқысаңыз болады. Толық ақпарат сол жерде жазылып тұр. Қазір қандай қағазға шығарғанымды айтатын боламын. Алдымен қараңыздар, былай сызықтар барлығы көрініп тұр. Сол сызық бойынша беговка жасайсыз. Беговканы жаңағы крючокпен жасасаңыз болады, пинцетпен, үшкір зат болса, сонымен жасасаңыз болады. Мен беговканы канцелярский ножбен жасаймын, бірақ қатты батырмаймын. Егер де қатты басатын болсам, онда қағазыңыз сіздің жыртылып қалады. Сол үшін кішкене үстінен бір слой өтіп шығамыз. Сол кезде сіздің шаблоныңыз прям күшті майысады. Мен қандай қағазға шығардым? Именно осы видеодағы бомбонерканы фотобумага глянцевая 200 граммды қағазға шығардым. 200 грамм, 210, 220, 230 граммды қағаздармен шығарсаңыздар болады. Сол аралықта плотностьта шығаруға болады. Енді мен беговкасын жасап болғаннан кейін былай қайшымен кесіп жатырмын. Міне. Қазір барлығын осы линия бойынша қиып шығамыз. Міне мен қағазымды уже қиып шықтым. Енді қазір майыстырып жатырмын. Бағана беговкасын жасап қойдық қой, көрдіңіз ба? Беговка жасап болғаннан кейін сіздің шаблоныңыз прям күшті майысады. Егер де беговкаңыз дұрыс емес болса, шаблоныңыз да дұрыс емес шығады. Сол үшін обязательно беговканы дұрыс жасаңыздар. Мен жаңағы айтқандай канцелярский ножикпен жасаймын. Канцелярский нож өте арзан тұрады. Бағасы 200-150 сол аралықта. Енді қазір былай қойған кезде екі жағы да бірдей болу керек. Сол үшін кішкене былай қиып шығамын, чтобы бірдей болсын деп. Міне, артық жері осылай қоясыз, артық жері шығатын болса, осылай әдемілеп, екі шетін бірдей қылып кесіп шығуға болады. Енді шаблонымыздың шетіне двухсторонний скотч немесе клеймен осылай жабыстырып шықсаңыздар болады, қараңыздар. Міне мен осылай жабыстырамын. Именно осы жасыл клей күшті ұстайды, соны алам. Или двухсторонний скотч. Енді астын жағын осылай екі крылышкасын түсірем, көріп тұрсыздар да? Міне, екі крылышкасын түсірдім. И мынаны былай жаба саламыз. Өте оңай астындағы сборкасы. Міне былай. Енді осы жеріне клейді жағамыз қазір. Клей немесе двухсторонний скотч жаңағы айтқандай. Міне клейімді жақтым. Енді былай жабыстыратын боламын. Қазір ішкі жағына қолымды салу керек, чтобы бір-біріне жабысып тұрсын деп. Все. Кішкене артық шығып кетсе, осындай жерлерін қиып тастасаңыз болады. Енді дыроколды аламыз да, былай жай ғана тесіп шығамыз. Все. Болды. Енді қазір ленточкасын өткізіп, уже біздің бомбонеркамыз толықтай дайын. Міне астыңғы жағы, міне ішкі жағы, қараңыз, барлығы жабық тұр. Өте керемет, өте әдемі көрінеді. Қазір размерін айтып кетейін. Былай санаған кезде бізде 13 сантиметр болып келеді. Былай 15 сантиметр, 15-16. Міне қазір ленточкамызды өткізіп, жай ғана байлап шығатын боламыз. Міне, осы байладым. Енді қазір қайшымен қиямын. Все. Біздің бомбонеркамыз енді толықтай дайын. Міне қараңыздар, осындай әдемі тұсаукесер бір жасқа қолданса болады. Егер сіздер де осындай әдемі тойбастар жасағыңыз келсе, онда астында комментарий тұрады. Барлық ақпарат сол жерден біле аласыздар.